Қайырлы күн. Көп жігіттердің айтуы бойынша қыздар кездесулерде жігіттерге айтуға болмайтын нәрселерді ұмытып кетіп жатады. Сонымен, о не екен? Бүгін осы жайында сөз қозғайтын боламыз. Дайынсың ба? Кеттік. Бірінші, сен сондай сүйкімдісің. Я құрбым. Біз бұл сөздерді шынымен ұната қоймаймыз. Достарымнан осы тақырып жайлы кеңес сұрағанда, ұнамайтын сөздердің ішінен ең жиі кездесетіні осылар болды. Ең қызығы, бұл сүйкімділіктің бізге не үшін ұнамайтыны да белгісіз. Бірақ факттың аты факт болғандықтан олай айтпаған дұрыс. Екінші, сенің неге әлі қызық жоқ? Сен сондай жақсы жігітсің ғой. Біреуін таңдап жүріп алмайсың ба? Бұл сөздер көбінесе сол жігітке ұнайтын қыздың аузынан шығады. Және осындай әңгімеден кейін жігіт өзін френдзонадамын деп ойлайды. Айтпақшы. От тебя клубникой пахнет. Это блеск для губ. Здорово. А на вкус он такой же? Хочешь узнать? Конечно. Үшінші, сен бүгін өте сымбаттысың. Кеше, алдың күні ше, олай болмады ма? Бұл сөздер негізінде жігіттің өзіне қарау мүмкіндігін жоққа шығарады. Төртінші, менің жігіт достарым көбірек. Жалпы неге олай екен? Әлде саған қыздармен дос болу соншалықты қиын ба? Деп сұрағың-ақ келеді. Жоғарыдағы сөздерді бірінші кездесуде де, кейінгілерінде де айтудың еш қажеті жоқ. Себебі жігіттің ойына бірінші келетіні бұл сен түсіндің. Бесінші, сенің есіңде қалғанына таңғалып отырмын. Бұл сенің тарапынан жігітке деген бір сенімсіздіктің барын көрсетеді. Егер жігіт сені ұнатып қалса, ол сенің аузыңнан шыққан әр сөзді есіне сақтайды. Жігіттер ешкімді елемей әрдайым өз дегенін ғана істейді деген стереотипті ұмыту керек. Алтыншы, саған дұрыс киім алуға көмектесейін. Осындай сөздерден кейін әрине кез келген адам ыңғайсыз жағдайға қалуы мүмкін. Келесі маңызды пункт: айым, күнім, алтыным, тентегім, жан жүрегім, жалғызым, айғырым, күшігім, мысығым, қонжығым, маймалым, бауырсағым, томпағым, шоколадым, банкоматым, пишонтайым, көкөнтайым, сиконтайым, әжесінің баласы, атасының батасы деген еркелетулердің еш қажеті жоқ. Әсіресе көпшіліктің ортасында. Себебі біз басқалардың арасында қаншалықты атақты ержүрек болсақ та, осы сөздер жиған тергеннің барлығын айрандай төгеді. Және соңғы пункт, бұл неге осылай жасай бересің? Мен саған айттым ғой, олай емес деп. Жалпы жігітке бір нәрсе үйрете бастасаң, түбі жақсылыққа келмейді. Сол үшін ол барлығын өзі түсінуі керек. Бүгінге осы, бұл кеңестер кәдеге жарап, видео саған ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.